Сәлем баршаңызға достар. Мен сіздерге бүгін мохито компотын жабуды көрсеткім келіп тұр. Аулада өсіп тұрған алмаларды теруге кірісіп кеттім. Бәрі пісіп тұрған соң жаздық алманың сорты. Менің арнама тіркелуді, маған қолдау көрсетуді ұмытып кетпеңіздер, тіркеліп қойыңыздар. Видеомды соңына дейін тамашалаңыздар. Керек алманың бәрін өзіме шақтап теріп алдым дағыны, ауладан әкеліп жақсылап жуып, барлық керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Бізге керек болады тағы да міне аулада өсіп тұрған мята, жалбыз шөбі дейді ғой, мятаны өзіме қажетін алып суға тұндырып салып қойдым. Бұл компоттың ерекшелігі, дәмі деген сондай тәтті, ерекше болып шығады. Қажетті көкөністердің бәрін осылай алып алдым дағыны, жеміс жидектерді жуып тазалап, керек заттың бәрін описание бөліміне қалдырдым. Кесуге кірісеміз. Осылай апельсинімізді орташа қалыңдықта кескіндеп шығамыз. Домалақ бір пішінде. Бір лимонымызды да солай кескіндеп қоямыз. Сары өрігіміздің ортасын ашып, қатты болса ортасын ашып көруді жөн санаймын. Ал қара өрігіме тиіскен жоқпын. Өйткені ол өзі кішкене пісіңкіреп тұрған соң тиіспедім. Алмамызды осылай кескіндеп орталарындағы көздерін алып тастаймын. Егер майда алма болса алмаймын. Қайнап тұрған суда банкінің крышкілерін салып, банкіні кезек-кезегімен стилизировать етіп аламын. Сосын барлық банкіні қойып, жеміс жидектеріміздің бәрін біртіндеп кезек-кезек рет-ретімен салып шығатын боламын. Міне осылай бір лимонды бір банкаға саламыз. Жалбыз мята шөбінде салып жібереміз арасына. Осындай салып жібереміз дағыны. Бәріне шекер салып шығамыз. Шекерімізді мөлшермен бір стаканда өлшеп, 1,5 литр банкамен де осылай шекерімізді осындай көлемде стаканмен құйып шығамын. Салып шығамын. Қантымызды, шекерімізді салып шығамын. Бәріне осылай салып шығамыз дағыны, бәріне құм шекерімізді. Мінекей барлық банкымызға осылай өлшеп салып шығамыз. Ендігі кезекте қайнап тұрған суымызды осы жемістердің үстінен банкамызға кезек-кезегімен толтырып, қайнап тұрған суды құйып шығамыз. Жылы су болмайды, міндетті түрде қайнаған су болу керек. Банкінің крышкасын сразу жауып тастамаймыз. Өйткені мен осылай бәріне біркелкі су құйып шығамын дағыны. Қайнап тұрған кастрюлімізге, шұңғылдау ыдысқа тряпкамызды салып, астына банкымыз жарылып кетпес үшін қайнатып аламын 20 минут. Сосын кезек-кезегімен банкыны бұрап, аузын, крышкасын жауып шығамын. Міндетті түрде осылай араластырыңыздар, қорықпаңыздар. Осылай араластырып жіберіңіздер. Сок өзінің, жемістер өзінің түстерін беріп, әдемі болып түске еніп жатыр. Құмшекер астында қатып қалмау керек. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жауып көріңіздер.